Құрметті ағайын, құрметті барша жиналған қауым, сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге, осынау құрметтеріңізге шын жүректен мың мәрте рахмет айтқым келіп отыр. Кішкене кешіп қалғаныма айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Сол барлық сұрақтарыңызға дайынмын. Сүбелі сұхбат жүргізуге тырысатын боламын. Честно, başta vereyim, size vereyim. Саламатсызбы, Сәбит Яманбеков, эксклюзив кейджі YouTube каналы. Біріншіден сізді құттықтаймын, Гачеваның Қырғыз Республикасының ел артисті деген намға ие болдыңыз. Чоң рахмат. Ушул нам сіз үшін қандай маңызы бар, жана азыр қандай сезім болып жатат. Екінші мына жаныңызда ома турат, эми ушул Кыргыз Республикасының ел артисті болғаннан кейін қандайдыр бір Кыргыз артисттер менен, ырчылар менен совместный бір қандайдыр бір ыр аранжировка менен чыгарганга пландар барбы? Сұрағыңызға көптен көп рахмет. Ең алдымен мен осы сәтті пайдаланып Садыр ағамызға, президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Жалпы әр нәрсенің қайыры болады дейді. Мен өз басым әнші адам есебінде кешегі берілген сыйлық, ол қырғыз халқының қазақ халқына деген ағайындық құрметі деп қабылдадым. Бауырлық құрметі деп қабылдадым. Сол себептен ол менің тек қана жеке басыма тән, жеке басыма ғана арналған сыйлық деп айтуға ертерек деп ойлаймын. Сол себептен осы сәтті пайдаланып баршаларыңызға қонақжайлықтарыңыз үшін, көңілдеріңіз үшін, пейілдеріңіз үшін, біздің өнерімізге деген, біздің халқымыздың мәдениетіне деген үлкен орасан зор құрметтеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді. Әзірге қырғыздың әншілерімен жоспарларым жоқ, бірақ дей тұрғанмен қырғыздың өте талантты халық екенін білемін. Және де қырғыздың баяғы бағзы заманнан бері келе жатырған шығармалармен жақсы таныспын. Өзім көп ізденгенді ұнатамын. Музыкант болғаннан кейін, әнші болғаннан кейін, осы салада 26 жылдан бері дәріс алып, қызметте жүргеннен кейін барлық жағынан хабардар болуға тырысамын. Сол себептен қырғызша менің өзім ерекше жақсы көретін шығармам «Күйдім жоқ» деп аталады. Керемет. Қырғызстан ең алдымен ол біздің Құдайдан берілген бауырымыз, ең жақын көршіміз. Жалпы қазақ пен қырғыздың арасында бір анау айтқандай айырмашылық жоқ деп айтуға болады. Біз бәріміздің түбіміз бір. Біздің елдерімізді отбасының моделімен сипаттайтын болсақ, бір ата-анадан туған екі ағайындымыз. Менің туған інім Мансұрмен мен секілді, оның қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін айтпай қойын, сөзі бұрмалап алушылар көп қой. Екі егіз ағайынбыз. Сол себептен қазақ халқын қаншалықты жақсы көрем, қандай қасиеттері үшін жақсы көрем, сол қасиеттерді қырғыз халқынан да көріп жүргенім бар. Я вообще люблю хейтеров. Я их обожаю. Благодаря им честно сказать, я вдохновляюсь. Они меня прям зажигают. Так что, наверное, в этом и есть доля правды в целом. Но учитывая то, что я считаю себя более или менее адекватным человеком, я понимаю, что эта награда была вручена не только из-за того, что я пою, и не только из-за того, что меня местная публика знает, а в первую очередь в знак дружбы между нашими народами.
Я сейчас хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить свою маму. Ну, на деле она бабушка, конечно, моя. Да, но у нас, у казахов, принято там, первенцев отдавать на воспитание старшим родителям. Поэтому я с детства меня приучили называть их папой и мамой. Несмотря... Есть такая болезнь, артрит называется. Из-за этой болезни ей было тяжело стоять на ногах, там больше минуты даже. Вот как-то так было. Несмотря на это, она каждый день пешочком, иногда на автобусе, возила меня в музыкальную школу, где я обучался игре на фортепиано, занимался пением, сольфеджио, хор, ну там по стандарту. С того момента прошло 26 лет. Получается, я 26 лет обучаюсь беспрерывно. Вот. Бытует немного ошибочное мнение, что я являюсь чистым академическим певцом, там, оперным певцом в чистом плане. Я, конечно же, пою оперные арии, люблю петь романсы, пел там, с Пласидо Доминго, там, с Хосе Каррерасом и с другими, но в любом случае приезжайте на мои концерты, я там пою в разных направлениях, и я под какой-то определенный жанр себя не классифицирую. Наверное, скорее всего, я все равно представитель жанра неоклассики, когда идет микс классического вокала и классической музыки с разными музыкальными направлениями. Мен өзімді соншалықты бір қарапайыммын деп те айтпай ақ қояйын. Мен орташа, жалпақ тілмен айтқанда нормальный адам. Иә. Қуанғанда шаттанатын, мұңайғанда күйзелетін, ашуланғанда ашуға бой беріп қоятын. Барлық адамға тән қасиеттер менің де бойымнан, менің де тұла бойымнан табылады. Сол себептен бәріміз де адамбыз. Ал жалпы қарапайымдылық деген менің ойымша ең ұлы қасиеттердің бірі. Санасы биік, өресі биік, рухани тұрғыдан бай адамдардың бойынан табылу керек қасиет деп ойлаймын. Егер де өзіңізді сондай адамдардың қатарына жатқызуға тырысатын болсаңыздар, немесе соған ұмтылатын болсаңыздар, жалпы қарапайым болуға ынтық болу керек деп ойлаймын адам. Ең алғашқысы емес, бірақ дей тұрғанмен ең алғашқыларының жасөспірім кезден бері қатысып бастаған ең алғашқы жобаларымның бірі. Жалпы енді көпшілік біле жатар, халықаралық деңгейде, әлемдік деңгейде танылып бастаған сәтім сол 2017 жылы Қытайда өткен I'm Singer жобасы, одан кейін Америкадағы The World's Best бар CBS арнасында. Бірақ осы байқауларға дейін мені шыңдаған, маған қанат бітірген, өз-өзіме сенімділігімді арттырған жобалардың санында ерекшеленіп тұрғаны ол Making Asia деп ойлаймын. Сол себептен қазіргі Димаштың өз-өзіне сенімі мол Димаштың қалыптасуына Making Asia'да орасан зор ықпал етті деп айтуға толық негіз бар. Сол себептен қырғыз ағайындарға сол кездегі 18-19 жасар Димашты қолдағандарыңыз үшін мың мәрте рахмет.